Сәлеметсіздерме? Бүгін сіздерге біз келген санаторияны көрсетеміз. Біз 2026 жылдың маусым айында осында Қарағанды облысында орналасқан Саялы санаториясына келдік. Санатория жайында шынайы отзыв болады. Бізбен бірге болыңыздар. Вот тут самое основное, да, а тут еще нет. На тараканы самый прикольный. Вот как это таракан. Против таракана. Ну да. Санаторияға кіргеннен байқап тұрғандарыңыздай көп жерде жасыл ағаштар, шөптер бар, ішінде кішкентай құстар, үй құстары, яғни түйе тауық бар, тауықтар бар, қояндар бар екен. Осындай әдемі қылып, бәрін жағдайында жасап қойыпты, балаларға да қызық, қояндарға тамақ бергендігі. Мынау кіреберісі енді, мұнда кешкісін күн салқындағында барлығы сыртқа шығып отырады. Сыртқы көрінісі санаторияның осындай. Бізге бірақ алдын ала ескертілді, жаз мезгілінде ремонт жүргізілетіндігін айтып кетті. Біз соған қарамай брондап осы жерге келдік. Себебі бізге Астанадан Қарағандыға көп уақытты алмайды. Сол үшін де осы жерді көрейік деп, әрі жақын жер екен деп келдік. Санаторияның өзіне тоқталатын болсақ, 3 этаждан тұрады екен. Біз 3-ші этажына орналастық. Сыртта мындағы жерде бізге кейде анда полдинг дейді ғой, сондай беретіндігін. Кешкі астан алдыңғы кейде осында отырып отқа тамақ пісіріп берді 1-2 рет. Жалпы мынандай гамактары бар. Ар жағында жаңа қояндарды тамақтандырып серуендеуге болады. Жалпы жаман емес, бірақ өте ескі, бірақ та ремонт жасап жатыр. Алдағы уақытта бұдан да керемет етіп ремонтын жасап бәрін жақсартады деп сенемін, үміттенемін. Ал жалпы енді емдік шарасына келсек, көпшіліктің сол жерде айтуы бойынша енді жан-жақтан келіп жатыр ғой адамдар. Әңгіме барысында байқағаным, бұл жерде емдіктің көбісі тегін. Кейбір жерлердің санаторияларында, мысалға бочка болсын, циркулярный душ болсын, олар ақылы түрде екен. Кейбір массаж түрлері мысалға. Ал мынау енді регистратурасы, яғни тіркеу бөлімі, кіреберісіндегі осындай аквариумы бар екен. Біздің балаларға қызық болды. Мен документ өткізіп, жазылып, номердің кілтін алғанша кішкене осылай алданып тұра тұрды. Кіреберіс. Туалет, душ. Тамик, перекел. На меня смотрит. Сейчас. На меня снимай, мам. На меня. Тамик, Тамерлан, привет. Привет. Я тоже. Пошли. Это туалеттер бар. Бер, поближе. Ух, дай. Видеодан байқағандарыңыздай, біздің бөлме кішігірім, 2 кровайты бар,
Сонымен қатар душ, туалет, ішінде фен, кішкентай ғана шкафчик, яғни киім іліп қойғанға барлық нәрсесі бар. Жалпы санаториялардың барлығында болатын нәрсе бар. Тек ескі, сонымен қатар кондиционер, яғни кондері жоқ екен. Бірақ та балаларға бұл жерде бір ұнағаны тамақтары дәмді, сонымен қатар мұндай қояндармен ойнап, оларға жем шөп беріп, уақытты қызықты өткерді. Бастапқы 3-4 күнде осылай жүрді енді қызығып. Сонан соң уақыт өте келе кішкене қызығушылықтары басылды, себебі қояндар кейде тоқ болатын, оларға тамақтарын беретін, кейде осылай шөптермен алданып ойнап жүретін. Жалпы санаторияның өзінің плюстары, минустары бар. Алдымен минусын айта кетейін. Минусы ол кондердің жоқтығы, сондықтан бөлменің іші қапырық, қатты жел келе бермейді. 3-ші қабаттың оң жағындағы, яғни көп ауа келе бермейтін қапырық жағы түскен сияқты, себебі бізге қарама-қарсы есікте ар жағында салқын, арасы ашық, ағаштар көп емес, аздау. Сонымен қатар жел болып тұратын көлеңке жақ, былай айтқанда көлеңке жақ болды, біздіңкі күн жақ болды. Солайына ыстықтау болған сияқты. Бірақ та арғы бөлмесінде бізге қарама-қарсы тұрған бөлмеден қарғалардың дауысы көп шығады. Ол жерде қарғалардың ұясы бар ма, тобы бар ма білмедім. Қарғалардың дауысы күн мен түнмен демалыс бермейді. Ал мұнда енді емдікке келгендегі демалатын орын, бильярдтың орны бар болғанмен, ол жерде ешкім ойнамайды, себебі көбіне үлкен кісілер, инвалидтер сол сияқтылар келеді. Мұнда су ем-дом жасайтын водный процедуры дейді ғой, сондай өткізілетін жер. Мына жерден сол жерде минеральный суды толтырып алып кетіп ішуге болатын жер. Ал мына жерден 2-ші этажға көтерілеміз. 2-ші этаж толығымен ем-дом өткізетін, ем-шаралық жасалатын жер, дәрігер де сол жерде. Ал мұнда сол 2-ге көтерілмей жатып, осында кішкентай тренажерный зал бар екен. Кім тренировка жасайды, соларға арналған. Сонымен қатар мұнда 2-ші этажға көтерілетін қосымша тағы да лестницасы бар. Міне мен уже жоғарыдан шығып түсірген видеом, себебі бұл жерде ремонт жүріп жатқандықтан бұл жерлер кішкене ескілеу, ластау енді. Ойын бөлмесі бар. Игровой ойында ойнап отыр балалар. Смотри, Тамерлан. Вот такая. Вот такая красота. Азнақты. Көрсей, что ему надо здесь? Да? Ма, екіншісінен второго. Ты меня, да? Да, они ударили девочку. Да, и тоже, анағында тоже бер, тез бер, такая че қояды. Кәні, аптеп жеп қояды қазір. Он быстро съедает. Oh my god. Кешкісін барлығы, кешкі серуенге немесе осындай музыкамен әуендетіп, билеуге, ән айтуға осылай бәрі есік алдында жиналып, көңіл көтереді. Біздің балалар да міне билеп, ойнап жүр. Ерасыл, айтшы қандай балықтар білесің? Вот это
Ал мынау енді асханасы. Барлық тамақты осында келіп жейміз. Іші осындай кең, әдемі былайша. Ярослав, привет десейші. Вот кешкі ас жеп жатырмыз. Тамерлан гречка жейді. Нам как кроликам нужно питание. Менусын тағы айтатын болсам, мен үшін мысалға баламен барғандықтан балалар ойнау алаңының жоқтығы бар, бірақ ол өте ескі және де шөптері жылынбаған, тазаланбаған. Жалпы айтқанда ремонтталмаған ғой, қалай болды, ескі бойынша солай қалған. Мұндағы фонтанда жұмыс жасамай тұр, бұл да ескіріпті. Бұл мен үшін минус деп санаймын, себебі баламен барғандықтан, ал басқаларға ол минус емес шығар. Себебі көбінесе бұл жерге үлкен кісілер келеді. Ол кісілерге әрине ойын алаңы қажет емес. Міне мынау енді мен жаңағы айтқан ойын алаңы. Бұл жерде алтыбақан сияқты әткеншегі де бар, жалпы карусель дейді ғой. Карусель сияқты тағы да басқа заттар да бар. Енді көріп тұрғаныңыздай көп жерінде тазаланбаған, ремонт жасалынбаған, қараусыз қалған бір жер сияқты болып көрініп тұр, видеода көріп тұрғаныңыздай. Бірақ енді бала болғаннан кейін оларға бәрібір кішкене болсын ойнап, бәрін ұстап, көріп, сол жерде жүрді жалпы айтқанда. Сонымен қатар біз былай серуендеп шықтық. Не бар, қай жерінде, қай жерлерді барып көруге болады деп жалпы осы санаторияның өзінің ішіндегі алаңын қарап көріп шықтық. Анау айтқандай ауласы қатты үлкен, кең емес, бірақ мұнда кезінде волейбол ойнайтын жер, футбол ойнайтын жерлер де болған. Көріп тұрғаныңыздай, бірақ шөптері өсіп кеткен, тазаланбаған, көп нәрсенің ескі екендігін байқауға да болады. Ол да бір минус деп есептеймін, бірақ жалпы айтқанда қазіргі санаториялардың көбісі ескі, бұрыннан қалған, жаңа санаториялар өте аз деп есептеймін. Бірақ та кішігірім минус деп те есепке алуға болады деп ойлаймын, бұл өз ойым. Тағы бір кішігірім минус мен үшін бұл жерде бассейні алыстау екен, яғни мына корпустан бөлек корпусқа жаяу барасын. Енді үлкен кісілерге, басқаларға қалай болатындығын бізге қатты қиын емес, бірақ алыстау, күн ыстықта ары-бері жүрудің өзі оңай емес баламен. А меня смотри сюда. Тағы бір кішігірім минусты айта кетейін. Енді мен үшін алғаш санаторияға келіп кірген кезінде иіс, яғни жаңағы үй жануарларының иістері бәрібір шығып тұрады. Сол иіс маған ұнамады, сондықтан мен оны минус ретінде осында айтып кетейін. Сонымен қатар кешкісін міндетті түрде жаздың күні маса көп болады. Оны минус ретінде айтсам да болады, айтпасам да болады, бірақ біздің жүргенімізге 3-ші немесе 4-ші күн болғанда масаны жаңағы дәрімен сеуіп өлтіре бастады, бірақ сол сырттағы масаның бәрі ішке кіріп кеткендей болды, сондай сезім болды. Оны да минус ретінде айта кетейін. Балаларыма ең бастысы қызық болған жері, бізден де басқа бұл жерде балалар болды. Олар бірлесіп ойнап, осы жер ескі болса да оларға қызық болды, көңіл көтеріп уақыт өткізді. Басқа кездері осылай серуендеп ішінде жүреміз. Жалпы былайша орташа деп айтсам болады. Ал енді плюстарына тоқталатын болсақ, табиғаты әдемі, мұндағы күн батқан кездегі көріністің өзі өте әдемі. Біріншіден, екіншіден тамақтары дәмді, порциялары да жақсы. Үшіншіден, осында машиналарын, яғни көліктерін қойып қоюға да орын бар. Кейбірлер осылай өзінің көлігімен келіп жатады. Төртіншіден, бұл қалай айтсам екен, жалпы арақашықтықтың
бізге яғни жақын болғаны біз үшін плюс болды. Соны мында тоже плюс ретінде айтып кетейін. Ал енді қазір мұндағы видеода көріп тұрғаныңыз, біз кешкісін осылай бассейнге барып видеоға түсіріп қайтайық дедік. Осы күн батып бара жатқан уақытта. Басқа кезде сотка ұстап түсіретін жағдай болмайды, себебі күн деген жанып тұрады, ыстық болып. Осы кешкі серуенде шыққан кезінде осылай видеоға түсіріп үлгердім. Видеодан да сіздерге көрініп тұрған шығар, арақашықтық қатты үлкен болмаса да кішкене жүру керек болады. Күн ыстық кезде бұл енді қиындау болады. Бірақ бассейннен шыққаннан кейін тез шаштарыңыз кеуіп, жылынып қаласыздар. Мынау енді сыртқы көрінісі, бассейннің корпусы. Бұл жерде саунасы бар, бассейні бар. Жалпы былайша негізі емдік шаралары жақсы. Бассейн үлкен әрі терең. Бассейн біз келген уақытта есігі жабық болды, себебі олар 9-дан кешкі 6-ға дейін, бассейннің өзі 5-ге дейін істейді, емдік шаралары ол 6-ға дейін істейді. Бұл жердің жаңағы жұмыскерлері, дәрігерлері арнайы көлікпен алып кетіп отырады екен. Сондықтан біз келген уақытта ол жер жабық болды, ішін түсіре алмадық. Бірақ қазір алдағы видеода көретін боласыздар. Енді ол жерде киініп шешінетін жерін түсірген жоқпын, әрине тек шомылған жерін ғана түсірдім. Жалпы бассейннің іші де ескі енді, бірақ кейбір адамдар айтып жатыр, суы таза емес екен, бармаймыз деп, жаңа кейбір үлкен кісілер. Енді біздің балаларға бассейн жүзген ұнайтын болғандықтан біз бардық. Кіші ұлым сол жерде кішкене жүзіп үйренді. Алдындары қорқатын, қатты былай тереңдеу, неге түсуге суға. Жалпы бассейннің бар екендігі бізді қуантты, бізге ұнады. Кейбір санаторияларда бассейн де жоқ. Бұл санаторияға әлеуметтік портал арқылы келгендіктен мен тек 2 ұлымды ғана алып келе алдым. Ал қызым мен жолдасым үйде Астанада қалды. Бірақ та демалыс күні келіп, бізді көріп сағынышын басып, және де мұндағы қояндармен кішкене ойнап, серуендеп, үйге сосын қайта оралды. Біз осында тағы 3-4 күнге қалдық. Сонан соң жолдасым келіп бізді алып кетті. Жалпы санатория емдік жағынан жақсы екен, көп заттары тегін, магниті бар ма, лампасы бар ма, көптеген процедуралары тегін екен, көптеген процедуралары бар екен. Сонымен қатар бассейнің де бар болғаны бізді қуантты. Ең бастысы бізге жақын екен. Былайша ұнады, енді ремонт істеп жатты. Ремонттан кейін тағы келеміз ба, келмей басқа жерді көреміз ба, оны алдағы уақытта біздің каналдан көре жатарсыздар. Вот раньше в деревне такой колодец сделали.
санаторияда да осындай кішігірім концерттер болып тұратындығы жайында да айтылды. Себебі бұл жерге келіп жүрген кейбір үлкен кісілер жыл сайын осында келеді екен, оларға ұнайды екен. Солардың айтуы бойынша айына бір немесе 2 рет осылай кішігірім концерт ұйымдастырылып тұрады екен. Біз келген кезінде осындай концертке тап болдық. Өте қуаныштымыз, бізге ұнады. Барлықтарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса бізге каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.